Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше бір тағамның түрін жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Бұл тағамды жасау үшін бізге төмендегі заттар қажет болады. 400 грамм фарш, 4 жұмыртқа, 2 помидор, 1 стакан сүт, 2,5-3 бөлік нан, қара бұрыш, тұз, паприка, зира, 2 бас пияз, 2-3 зубчик чеснок, укроп, 2 қасық май керек болады. Ал енді іске сәт. Ең алдымен нанды сүтке бұқтырып қоямыз. 400 грамм фаршымызды алып, оған үккіштен 2-3 дана пиязымызды ең үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Және де өткізіп болғаннан кейін осы үккіштің ең майда бөлігінен бізге керек чесногымызды өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан кейін бұқтырылған нанды салып, одан кейін керекті дәмдеуіштерімізді саламыз және олардың барлығын қолмен жақсылап еземіз. Ыдысқа салған кезде бөлініп кетпеу үшін және де бірдей масса болу үшін жақсылап езіп, еттің жібін шығарамыз. Оған 2 ас қасық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді үстіне құю үшін 4 жұмыртқаны укроппен араластырамыз. Қанша жұмыртқа болса, сонша қасық сүт құямыз. Менде 4 жұмыртқа болды, сол себепті 4 ас қасық сүт құйдым. Сосын оны жақсылап араластырамыз. Ол кезде де бірдей масса болуы шарт. Керек ыдыстарды маймен жақсылап сүртіп аламыз. Және де осындай бөліктерге бөліп, ішіне салып шығамыз. Және де әр бөлікті жақсылап қалың қылып, жұқа болып кете болмайды, қалың етіп жайып шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міне істеп алдық. Енді осындай сырды саламын. Мен моцарелла деген сырды қолдандым, себебі сыр созылуы керек. Мен осы сырды таңдап алдым. Сіздер өздеріңіз қалаған сырларыңызды қосуларыңызға болады. Помидорды домалақ етіп турап алып, осылай бір-біреуден салып шығамыз. Қаласаңыздар, екеуден салсаңыздар да болады. Бағана жасап алған массамызды бір теңдей етіп, барлық пиалаларға қосып үйіп аламыз. Және ескертетін жайт, қыздар, печканы алдын ала қосып қоймаңыздар. Печка суық күйінде болу керек. Құйып болғаннан кейін 200 градус температурада 40-45 минут ішінде пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, қайнап тұр, өте дәмді. Сорпаларымен бірге болып тұр. Дәмі өте керемет. Үйлеріңізде жасап көрулеріңізді сұраймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.